салмақпен күрескісі келетін жандар дұрыс тамақтануды қалтамыз көтермейді дейді. Дегенмен қалтаңыздағы 100 теңгеге самса алғанша орнына 2 түйір алма алсаңыз, ол әлде қайда ағзаңызға пайдалы. Міне дұрыс тамақтану дегеніміз осы. Әлемнің дәрігерлері дабыл қағуда. Семіздік ауруына шалдыққан адамдардың саны жыл санап артып келеді. Иә, сіз шатастырып тұрған жоқсыз, бұл ауру. Дәрігерлер мәселенің тамыры тамақтану мәдениетінде дейді. Ал тамақтану мәдениеті белгілі қағидалардан тұрады. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Дұрыс тамақтанудың қағидалары: тамақты күнде бір мезгілде бір уақытта жеу керек. Тамақты асықпай жайлы орында, өзіңізге жайлы орынды таңдап, сол жерде ғана тамақтанған абзал. Тамақтың алдында 30 минут бұрын, кем дегенде 30 минут бұрын бір стакан су ішіп тұруыңыз қажет. Тамақтың алдында. Тамақты жердің алдында жаңа піскен, жаңа дайындалған тамақты ғана қолдануыңыз керек. Садаққа қабілетің арту үшін сен дұрыс тамақтана білуің керек. Сен сондықтан да міне мынандай саған режимдер айтып отырмыз. Міне таңертеңгі тамақ асын әзірі обязательно мысалы өзің үшін кішкене болса да, мысалы сен ботқаны жеуің керек. Мамаң айтып болса да ше, мысалы ол сенің күнзағы энергияңды қамтып тұрады. Күнзағына саған жақсы көңіл-күй сыйлайды. Қалалық емхананың салауатты өмір салтын қалыптастыру дәрігерлері күнделікті тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Тіпті бұл жерде дұрыс тамақтану сабақтары да өтеді. Жыл басынан 200-ге жуық ақтөбелік аталған дәрістерге қатысқан. Нәтижесі де жоқ емес. 233 адам біздің дәрісімізде қатысып, өздеріне сабақтар алып, дәрістер тыңдап отыр осы кезге дейін. Халқымыздың бетбұрысы, мына салауаттылыққа қарай бетбұрысы, дене белсенділігіне, зиянды әрекеттердің аулақ болуы көрсеткіштері төмендеп кетір деп мен толық мына салауатты өмір салтын қалыптастыру дәрігері ретінде айта аламын. Бетбұрысымыз алға қарай бар деп айтам. Қарапайым болса да, салауатты өмір салтын ұстануды бірі қиын десе, бірін еріншек басады. Күніне 2,5 литр су ішу, қуырылған тәтті, майлы тағамдардан бас тарту, сондай-ақ 30 минут далада серуендеу, спортпен айналысу. Осы қағидаларды ұстансаңыз, сізден әдемі, сізден дені сау адам болмайды. Алиса Манова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.